Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор. Себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзадағы түрлі дерттерден хабар береді. Осыған байланысты аурудың алдын алуға мүмкіншілік те туады. Назарларыңызға аурудың 6 белгісін ұсынамыз. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бірінші, бүйрек әлсіздігінен бет, қол-аяқ, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығулар жасау. Екінші, әйелдердің тез тоңу себебі бүйрек әлсіздігінен болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационын қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш, пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланған жөн. Үшінші, бүйрек әлсіздігі әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа қызығушылығын төмендетіп, себепсіз ашулануына әсер етеді. Сонымен қатар, бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасаған дұрыс. Төртінші, бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігінен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ, жүзімді үнемі пайдалану керек. Бесінші, бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына себеп болады. Оған қарсы тұру үшін алақанды бір-біріне сықылап жылы күйде бүйрекке басу. Мұны күніне бірнеше рет қайталаған жөн. Сонымен қоса қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Алтыншы, бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолданбаса, бүйрек істен шығып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда. Бүйрекке арналған баллы бананның пайдасы. Зәр шығару жүйесін ретке келтіреді. Бүйректің қан қысымын реттейді. Бүйректегі құмды және тұзды шығарады. Балалар мен ересек адамдардың зәрді ұстап тұра алмауының алдын алады. Цистит пен аденома простатитке жақсы. Кистаның ұлғаюын, бүйректегі артық еттерді тоқтатады және жиырады. Асқазанға және ішек жолдарының желденуіне қарсы өте жақсы көмектеседі. Қолданылуы: бір шай қасықтан күніне 3 мезгіл, тамақтанудан 30 минут бұрын қолданасыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.